Сіздердің алдарыңызда номер жолаушы негізгі орта мектебінің жас сарбаздары. Бүгінгі біздің қорғайтын жауынгерлік парағымыздың кейіпкері ауған соғысының ардагері Жантасов Амангелді Теміржанович. Мектебіміздің директоры Хасирова Мағрипа Фазыловнаның алғы сөзі. Құрметті жас сарбаздар, Қазақстан Республикасының іргетасы берік болу жолында адал еңбегімен дараланған полковник Жантасов Амангелді Теміржановичтің өнегелі өмірі сіздерге үлгі болады деп ойлаймын. Амангелді ағалардың тарихта өшпестей таныла салған ауған соғысының ардагері. Зейнеткерлікке шықса да, қоғамдық өмірден қол үзбей, әскери техника мектебінің директоры қызметін атқарып жүр. Полковник Жантасов мырзаның сөзі бойынша, осы мамандықты шын жүрегімен сүйетін, әскери қызметті армандайтын адам ғана мансапты офицер, кәсіби әскери адам бола алады. Амангелді аға 1955 жылы 26 қаңтарда дүниеге келген. Сарыөзек ауылдық округіне қарасты Ақан ауданының тумасы. Кәсібеш жоғарғы әскери саяси жалпы білім беретін училищеде оқыған. Содан бастап зейнеткерлікке шыққанша әртүрлі әскери қызметтер атқарып, полковник шеніне дейін жетті. Сонымен қатар ол кісі әскери қызметтен басқа шығармашылықпен де айналысып бірнеше кітаптар жазды. Оның ішіндегі ең шоқтығы биік туындысы ауған соғысының батыры Қара майор деген атпен жаудық есінде қалып, сол кезде жеке басына $1 миллион тігілген. Полковник Борис Керимбаевтың ерлігі мен өмір жолы туралы жарық көрген кітаптары. Сол кітаптар негізінде фильмдерде түсірілді. Екінші кітабы Второй мусульманский ауған соғысында осымен бірге барған азаматтар және де соғыста болған әртүрлі жағдайды баяндаған. Екінші мусульманский деп аталған себебі құрамында басым көбісі қазақ болған. 1981 жылы жас офицер КСРО қарулы күштері бас қарауыл басқармасының арнайы отрядының құрамында Ауғанстанға рота командирінің орынбасары ретінде жіберіледі. Оның құрамында ауған жерінде соғысуға ата аңызға айналған Қара майор Борис Керимбаевтың ротасында соғысуға мүмкіндік берілді. Полковник Жартасов бала күннен әскери адам болуды армандаған. 10 жылдық мектепті аяқтаған соң документтерін жоғарғы әскери оқу орнына тапсырады. Бірақ құжаттары ішкі әскери училищесіне ауысып кеткен. Бұл оқу орнына бармай, қарапайым оқу орнына түседі. 1 жылдан кейін рапорт жазып, әскери қызметін атқаруға кетті. Содан кейін қайтадан рапорт жазып, Новосибирск қаласындағы оқу орнына түсті. Оқуды қызыл дипломмен бітіргеннен кейін Қазақстанға қайтадан оралуды шешті. Ауған соғысынан кейін Украинадағы Николай, Одесса, Польшадағы Барнасулинова, Белградта әскери қызмет етті. Қазақстанға оралып, әр қалаларда военкомда жұмыс істеді. Әскерге кетуін шешті. Ол Аягөз қаласындағы 78-ші танк дивизиясында командирдің орынбасары болып қызмет етті. Дәл қазіргі уақытта полковник Жантасов Қарағанды қаласының Мартбек Мамраев атындағы әскери техникалық мектебінің директоры. Мен полковник Жантасов Амангелді Теміржанов. Родину надо любить. Бауыржан Момышұлы говорил, не каждый может быть патриотом. И правильно, это состояние души быть патриотом. Чувствовать себя ответственным за Родину. Понять, если, вот тогда можно стать патриотом. Вот если ты поймешь, что все, вот вся страна зависит лично от тебя.